Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылары. Тікелей эфирде Ашық әкімдік Әсем Сартбаева мен біздің бүгінгі спикеріміз Маңғыстау облысы білім басқармасының басшысы Асқар Сейдалиев мырза келу керек болатын, бірақ белгілі бір шұғыл себептеріне байланысты Асқар Әбиұлы бүгін тікелей эфирге келе алмады. Бірақ сол кісінің орынбасары, Маңғыстау облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлмира Мамаева бүгінгі хабарымызға келіп отыр. Егер де тікелей эфирде қояр сауалдарыңыз болса, осы тікелей эфирде мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Гүлмира Қасымқызы, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Енді Ашық әкімдік жобасы жөнінде естіп көрген болатынсыз, білетін шығарсыз деген ойдамын. Бірнеше хабарларын көргенмін. Негізгі мақсаты мына желі қолданушыларын тікелей эфирде спикермен байланыстыру, яғни сұрақтарын тікелей қою мүмкіндігін жасау. Енді расында да білім саласы бүгінгі таңда өте өзекті салалардың бірі. Неге? Өйткені мынау жер жаһанды әлемде болып жатқан жағдайға байланысты мектеп оқушылары жаңа оқу жылын қашықтықтан, яғни дистанционно дейміз ғой, оқып бастады. Енді қандай нәтиже беріп жатқанын бірінші тоқсаннан кейін көре жатармыз нәтижесін. Бірақ дегенмен енді қиыншылықтар жоқ емес. Әсіресе бірінші сынып табалдырығын аттаған оқушыларға қиын болып жатыр. Кейбір мектеп оқушылары, өзіңіз білесіз, мектепке барып оқып жатса, кейбір оқушылар енді жағдайына байланысты қашықтықтан оқып жатыр. Осыған байланысты жалпы біздің облыста жаңа оқу жылы қалай басталды, алдымен осыған айтып өтсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы енді өзіңіз білесіз ғой, біздің осы білім беру жүйесінде бүкіл республиканың қашықтықтан оқыту 1 қыркүйектен бастап басталды, бірақ осы министрліктің ұсынысына орай бастауыш сыныптардың оқушылары, сонымен қатар мектеп алды даярлықтардың сыныптардың оқушылары үшін кезекші сыныптарда ашып оқуға болады. Ол ата-аналардың қалауымен болуы тиіс. Сонымен қатар шағын жинақты мектептер бізде осы кәдімгідей дәстүрлі оқыта алады. Ал қалған 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін сыныптардағы оқушылар барлығы қашықтықтан оқытылады деген ұстаным болды. Бірақ қашықтықтан оқытқан кезде, яғни дәстүрліге ауысқан кезде, міндетті түрде жергілікті жерлердегі бас санитарлық дәрігердің рұқсаты болу керек. Сондықтан осы өзіңіз білесіз, жаңа оқу жылының алдында ғана тек қана 1-ші сыныптарға оқытуға рұқсат берілді. Сондықтан біздің мектептеріміз қазір 1-ші сыныптарда барлығы 18,5 мыңдай бала қабылданды. Соның 14,5 мыңы кезекші сыныптарда оқытылып жатыр. Бұл дәстүрлі түрде бұл барлық оқушылардың 77%-ын құрайды. Сонымен қатар штаттық кәдімгідей дәстүрлі түрде оқытып жатқан бір мектебіміз бар. Бұл Қарақұйық ауданы Аққұдық шағын жинақты мектеп. Онда барлығы 26 бала оқиды. Сондықтан бұл мектебіміз біздің қазір барлық сыныптары кәдімгі дәстүрлі түрде оқытылып жатыр. Ал басқа сыныптарда оқушылар өзіңіз айтқандай қашықтықтан оқытылып жатыр. Осы орайда желі қолданушылардың жиі қоятын сұрақтарының бірі, ол мынау Алматы қаласында бастауыш сынып оқушылары мектепке барып оқиды екен. Неге бізде Маңғыстау облысында бастауыш сынып оқушылары дәстүрлі түрде мектепке барып білім алмайды дейді? Жаңа ғана айтып өттім, бұл біздің республикамыздың бас санитарлық дәрігерінің рұқсаты бар, бастауышта оқытылуға болады деген. Бірақ әр облыс, әр аймақ өзінің санитарлық эпидемиялық жағдайына қарайды. Сондықтан біздің жергілікті облыстық бас санитарлық дәрігердің шешімі бойынша тек қана 1-ші сыныптарға оқытуға рұқсат етілді. Енді осы санитарлық қызметтерден бізге рұқсат болатын болса, онда біз барлық бастауыш сыныптарды мектепте оқытуға дайынбыз. Және ата-аналардың өтініштері керек. Міндетті түрде ата-аналардың өтініштері керек. 1-ші сыныптың өзінде мысалы 18,5 баланың барлығы оқып отырған жоқ. Олардың тек қана 77%-ы қазір ата-аналардың өтініштерімен мектепке келіп отыр. Сондықтан тек қана осы бізге рұқсат етілетін болса, онда әрине мектептерде бастауыш сыныптар ашылып оқытыла береді. Оған біздің мектептеріміз дайын, санитарлық талаптарға сәйкес қамтамасыз етілді. Санитайзерлер, тағы басқа жаңағы тепловизорлар,
кварц құралдары, олардың барлығы мектептерге сатып алынды. Яғни кез келген уақытта егер біздің санитарлық эпидемиологиялық жағдай облыстың жақсаратын болса, онда бастауыш сыныптың оқушылары мектептерінде оқитын болады. Құрметті желі қолданушылары, тағы да бір естеріңізге сала кетейін. Біздің бүгінгі спикеріміз Маңғыстау облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлмира Мамаева. Білім саласына қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирде сұрақ қою мүмкіндігін өткізе алмаңыздар. Осы орайда желі қолданушысы Жеңіс Шалабаев. Қайырлы күн, Асқар Абайұлы дейді. Менің сұрағым, облыстағы аудандардағы мектептерде инклюзивті оқытуға балалар, ата-аналар психологиялық тұрғыда дайын ба дейді. Өте жақсы сұрақ. Осы соңғы жылдары инклюзивтік біліммен қамту балаларды жолға қойылып келе жатыр. Жалпы осы республиканың білім жүйесінде бізде облысымызда 1000-ға жуық инклюзивті білім алатын оқушылар бар. Бұл қандай да бір денсаулығына байланысты жеңіл диагноздары бар оқушылар. Олар қадімгідей өздерінің сыныптарында жалпы мектептің ішінде оқи беретін, және бұл оқушыларға барынша жағдай жасау болып табылады. Сондықтан осыған қатысты нормативтік құжаттарға да өзгерістер енгізілді. Сондықтан соңғы уақыттары біздің осы ПМПК деп айтамыз, бұл педагогикалық, психологиялық, медициналық орталықтардың анықтамасына сәйкес балалар қандай да бір оқытуға жатқызылады. Яғни егер ол жалпы білім беретін мектептерге оқытуға болады, инклюзивті білім беру арқылы деген нұсқау болатын болса, онда осы анықтамамен біздің мектептеріміз осы оқушыларды жалпы сыныптарда оқыта береді. Яғни бұл балаларға арнайы бағдарлама, өзіне жеңілдетілген арнайы жоспар әзірлейді. Бағалаған кезде де, мысалы, жаңағы суммативті бағалау, қалыптастырушы бағалаудың кезінде де 90-дық бағалау дегеніміз бар, тақырыптық бағалау дегендеріміз бар. Осылардың өзінде жеңіл түрінде тапсырмалар беріледі. Яғни ол балалармен арнайы бағдарламамен, арнайы жоспармен жұмыс жасалады. Сондықтан егер ұсынылса жалпы білім беретін мектептерде, бұл балалар әрине оқи алады. Бұдан басқа да енді басқа жағы бар. Бұл мектептерді арнайы құрылғылармен қамту. Яғни жаңағы арнайы лифттер болу керек, тұтқалар болу керек деген сияқты, жаңағы өтетін жолдары болу керек сияқты арнайы. Әрине бұл жағдайлар бұрынғы ескі салынған мектептердің көпшілігінде жоқ. Бұрын ол қарастырылмаған болатын. Жаңадан салынған мектептердің ішінде бұл жағдайлар қарастырылды. Бірақ дегенмен де мүмкіндігінше ескі мектептерде осы жаңағы арнайы өтетін жолдар, солар салынып, мүмкіндігінше осы барынша балалардың теңдей білім алуына қол жеткізуге мүмкіндіктер жасалып жатыр. Осы орайда мұғалімдер психологиялық тұрғыда дайын ба? Арнайы оқытылатын шығар, арнайы мамандар? Міндетті түрде, енді қоса айта кететін болсақ, бұрындары әр мектептерге мысалы арнайы дефектолог мамандығы болмайтын. Осы соңғы өзгерістерде, осы әр жалпы білім беретін мектептерде дефектолог, психолог, тьютор, даже тьюторлар енгізілді осы жылдан бастап. Яғни бұндай бізде практика бар. Мысалы біздің Ақтау қаласының 17-ші мектебінде, 6-ші мектебінде осы ерекше білімді қажет ететін оқушылар оқиды. Және осы Дара фондының, қоғамдық қорының қолдауымен бізге мүмкіндіктер, кабинет жасақтап сөйтіп берген болатын. Сонымен қатар бұл балалардың қасына тьютор белгілеп, ол балалармен бірге жұмыс жасаған болатын осы соңғы 2 жылы. Бірақ биылдан бастап осы лауазымдардың, педагогикалық лауазымдардың тізіліміне осы арнайы маман тьюторлар енгізілді. Сондықтан осы мектептің жағдайына байланысты оларды жұмысқа алуға болады. Рахмет. Мақсат Тұрымов, саламатсыз ба? 34-ші жаңа мектепте мұғалімдерге набор жүріп жатыр екен. Жұмыс сұрап барған жас маманды неге шығарып салады? Жұмыс жоқ деп. На самом деле адамдарды алып жатыр жұмысқа дейді. Бұл жағдайды білесіз бе? Бұл жағдайды білместен бұрын қазір мен сізге айта кеткім келеді. Қазір мысалы жоғарғы шағын аудандарда өздеріңіз білесіздер, көп
жаңа мектеп жоқ. Соңғы мектеп осы салынған 32 А шағын аудандағы 29 орта білім беретін мектеп. Бұдан басқа қазір 34 шағын ауданда 1200 орындық мектеп салынып жатыр. Бірақ осы жоғарғы микрорайондар, шағын аудандардағы оқушылар қазір 29 мектепте, 28 мектепте, 29 шағын аудандағы, 17 мектепте, 13 шағын аудандағы, 20 мектепте, 28 шағын аудандағы, яғни осы тағы басқа айналасындағы мектептердің барлығына бөлініп оқып отыр. Қазір осы мектепті осы келесі жылдың басында бітеді деп жоспарлап отырмыз. Ол ашылған кезде сол мектептегі оқушылар сол мектепке 34 шағын аудандағы жаңа мектепке барады. Яғни оларға қарастырылған мұғалімдер де сол мектептерден алынуы тиіс. Яғни кейбір мұғалімдер сол жаққа сыныптарымен бірге барады. Сондықтан бізде жалпы білім басқармасында, білім бөлімдерінде мұғалімдердің резюмелерінен тұратын базалар бар. Сол жақтардан мысалы жаңағы қажет болған жағдайда осы мұғалімдерді қарап алуға болады. Сондықтан жаңағы желі қолданушысының сұрағын қаперіме алып, осыны назарға алатын боламын. Рахмет. Жақында ғана мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдауын арнаған болатын. Сол жерде білім саласы да айтылды. Енді негізінен президентіміз мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде жалпы мынау жекеменшік балабақшалардың санын көбейтіп 100%-ға жеткізу керек деп айтқан болатын мектепке дейінгі білім беруді. Біздің облыста мектепке дейінгі біліммен қамту қалай жүзеге асып жатыр? Неше пайызды құрап отыр? Жалпы мектепке дейінгі біліммен қамту 3 пен 6 жастағы балаларды 100% қамту көзделген болатын. Осы биылдан бастап жаңа мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Бұл 20 және 25 жылдарға арналған. Бұл жерде 1 мен 6 жастағы балаларды балабақшамен қамту мәселесі тұр. Енді өзіңіз білесіз, жаңа жекеменшік мектеп балабақшалар бізде қазір көбейіп келеді. Оған бөлінетін жан басына шаққандағы қаржыландыру жұмыстары да, оған бөлінетін қаржы да үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан бөлініп келе жатыр. Сондықтан бұл қамту осы жекеменшік балабақшалардың есебінен де жүргізетін боламыз. Бірақ енді біздің жекеменшік балабақшаларымыз олар жаңа 50-75 орынға шақталған. Бірақ дегенмен де өзінің деңгейінде жұмыс жасап отырған жекеменшік балабақшалар өте көп. Бұнымен қоса да өздеріңіз білесіздер, осы әртүрлі жағдайлар орын алған болатын жекеменшік балабақшаларда, бірақ осы білім басқармасы, аудандық қалалық білім бөлімдері оларға осы әдістемелік көмектерді көрсетеді. Себебі мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты жекеменшік балабақша болсын, мемлекеттік балабақша болсын, барлығына бірдей, талап бәріне бірдей. Сондықтан жекеменшік балабақшалардың өздерінің де міндеттерін өз деңгейінде орындағанын дұрыс деп санаймыз. Бірақ осы жаңағы айтқан білім беру атқарушы органдардың тарапынан әдістемелік ұйымдастырушылық көмектер міндетті түрде көрсетіледі, және ол балабақшаларға зерделеу жұмыстары да жүргізіледі. Бүгінде жалпы облыс көлемінде қанша балабақша саны бар? Және де салынып жатқаны бар ма, қанша? Қазір 309 балабақша жұмыс жасайды. Оның ішінде осы жылдың басынан бері 7 балабақша ашылды. Енді осы жылдың аяғына дейін тағы жекеменшік балабақшалар ашылады деп жоспарлап отырмыз. Бірақ енді өзіңіз білесіз, қазіргі мына жағдай кішкене кәсіпкерлерде бір тығырыққа тіре отырғандай болып отыр. Өйткені қазір карантиннің кезінде балабақшалардың көбі жабылды, рұқсат болмағандықтан. Қазір балабақшаларда кезекші топтар қайтадан ашылды. Енді біз қазір күннен күнге бұларды байқап мониторинг жүргізіп отырмыз. Қазір барлық бала санының 30% ғана осы балабақшаларға келіп отыр. Яғни кезекші топтар Ақтау қаласында, Жаңаөзенде, Қарақияда, сосын Мұнайлы аудандарында ашылды. Бұл да жаңағы жергілікті жердегі санитарлық дәрігердің рұқсатымен ашылады.
Осы орайда енді 7 балабақша ашылып жатыр деп жатсыз ғой, маман тапшылығы, жалпы мектепке дейінгі білім болсын, мектептерде маман тапшылығы бар ма бізде? Маман тапшылығы деп Қай сала мамандары? Мысалы, балабақша мамандарын дайындайтын бізде колледждер бар. Биылдың өзінде осы 300-ден астам маман бітіріп шықты колледждерді. Педагогикалық колледж бар оның ішінде. Бұдан басқа да осы біздің Түпқарағанда, Бейнеуде мектепке дейінгі тәрбиешілерді дайындайтын колледждер бар. Сонымен қатар осы басқа өңірлерден де, басқа өңірлерді бітірген жоғарғы білімді мамандар да келіп жұмысқа орналасып жатыр. Бізде енді мектепке дейінгі балабақшаларда тәрбиешілердің тапшылығы жоқ. Енді мектепке келетін болсақ, мектептерде 130-дай қазір пән мұғалімдері қажет. Қажет болғанда бұл енді біздің мектеп облысымызда 141 мектеп бар деп есептейтін болсақ, енді бұл анау айтқандай бір үлкен сан емес деп ойлаймын. Өйткені ол жаңағы орындар, мысалы қосымша жүктеме беру арқылы жабылып отыр ол орындар. Сондықтан қазіргі көптеген тапшылық бұл орыс сыныптарындағы орыс тіл, қазақ сыныптарындағы орыс тіл, сосын ішінара математика пәндерінің мұғалімдері бар. Енді бұл сұрақты жою үшін, маман тапшылығын жою үшін қалай жұмыстанып жатсыздар? Мүмкін өзге өңірлерден жас мамандарды тарту керек шығар? Бізге жыл сайын 500-ге жуық жас мамандар келіп мектептерімізге орналасады. Бұнымен қатар біздің осы Есенов университеті де жоғарғы білімді педагогтарды дайындайды. Оның ішінде орыс тілінің де мұғалімдері, математика пәнінің мұғалімдері де бар. Биыл осы 40-қа жуық орыс тілі пәндерінің мұғалімдері бітіріп шықты. Яғни біздің осы колледждермен енді біздің бағынысты мекемелеріміз болғансын ол міндетті түрде, сонымен қатар осы жоғарғы оқу орны бізде Есеновпен қарым-қатынасымыз өте тығыз. Сондықтан басқа да облыстардан тартылған мамандар бар осы ретте. Оларға осы Ақтау қаласынан өзіңіз білесіз мұғалімдерге арналған жатақхана бар. Сондықтан бұл жұмыстарды осы келесі жылдың мысалы қажетті мамандарды биылдан бастап тарту жұмыстары басқа өңірлердегі жоғарғы оқу орындарымен байланыс жұмыстары жүргізіледі. Сондықтан қазір бұл мамандардың орындары толықты деп айтсақ болады. Осы орайда енді қашықтан оқыту деп айтып жатырмыз ғой, біздің облыс көлемінде кей аудандарда білеміз, интернетпен қамту жағы өте қиын. Көп оқушылар енді қазір қашықтан оқып жатқан соң бұл мәселе қалай шешіліп жатыр? Интернетпен қамту мәселесі бұл бүкіл біздің республика көлемінде орын алып отырған мәселе. Бұның ішінде де біздің шалғай жатқан аудандарымыз, ауылдарымыз да бар. Осы ретте интернетпен қамту жұмысын осы облысқа қарасты басқармалар бар айналысатын. Сонымен бірге енді солармен бірлесе отырып, бізде аудандық қалалық әкімдер де, ауыл әкімдері де бірлесіп осы сәуір айынан бастап жұмыстарды кірісіп кеткен болатын. Жалпы талдамалық анализі жасалып, кейбір жерлерге оптикалық талшықты байланыс құралдары таратылды. Сонымен қатар спутниктік, басқа да жаңағы ұялы байланыс тарту жұмыстары жүргізілді. Бұл ретте осы Қазақтелеком, Қазтрансკом, сонымен қатар осы Бекада, Билайнның тағы басқа байланыс операторларымен бірге үлкен жұмыстар атқарылды. Бірақ дегенмен әлде мәселелер бар. Мысалы, Ақтаудың өзінде осы 19-20 шағын аудандардағы интернет жылдамдығы өте әлсіз, кейбір жерлерде болмай да отыр. Ондай мәселелер де бар. Осы бағытта қазір жұмыстар әлі де жалғасуда. Енді мына жаз бойы көп жұмыстар жасалды деп айтып өттім. Бірақ дегенмен де бұл мәселе әлі толықтай жойылған жоқ. Біз қазір өзіміздің жасаған талдауымызға байланысты қазір осы
мына талшықта байланыс жоқ жерде ұялы байланыспен мектептерде оқушылар мұғалімдермен жұмыстарын атқарып отыр қазір. Осы орайда облыс оқушылары, мектеп оқушылары планшет дейміз, телефон, компьютермен, ноутбукпен қамтылған ба толықтай? Бұл осыған байланысты біз осы әрбір ата-анамен жұмыс жасаған болатынбыз жаз бойы. Яғни бізде қажеттілік 49 мыңға дейін шығып кетті. Осыған орай біздер осы жергілікті бюджеттен, республикалық бюджеттен алынатын компьютерлік құрылғылардың есебін жасадық. Сонымен қатар жаңағы сіз айтып отырған байланыс құралдары, роутерлар алу керек болды. Яғни әр ата-ананың үйінде қанша бала бар екенін де есептедік. Мысалы, бір үйде 8 оқушы бар отбасыларда бар екен бізде. Бұл енді демографиялық жағдайдың жақсарған деп білеміз, әрине ол өте қуанышты жағдай. Бірақ дегенмен де бұл балалардың барлығына жағдай жасау үшін осы қазірдің өзінде жергілікті бюджеттен 8100 компьютер және республикалық бюджеттен 22500 компьютер алуды жоспарладық. Біздің жергілікті бюджеттің компьютер, сонымен қоса біздің мектептердегі бар 5000-ға жуық компьютерлеріміз болатын. Сол компьютерлардың барлығын осы жергілікті бюджеттен алынған компьютерларды оқушыларға берген болатын. Біз енді қазір республикалық бюджеттен бөлінген 22541 компьютердің 2346-сы қазір бізге келді. Өзіңіз білесіз, арнайы комиссия құрылған болатын, адалдық алаңымен бірлесе отырып, облыс әкімінің орынбасары, басқа да қоғамдық ұйымдар, құзырлы органдармен бірігіп, осы комиссияны сатып алу процесі ашық болу үшін барлығы біліп, көріп, жаңағы өздерінің пікірін айта алатындай болу үшін осы ашық комиссия құрылған болатын. Енді өткен аптаның ішінде 2000-нан астам компьютерлер келді. Оның барлығын осы комиссия мүшелері, байқаушылар келіп, көріп, кешегіден бері біздер осы өткен апта, осы апта таратып жатырмыз. Аудандардан өкілдерді шақырдық, комиссия мүшелерін шақырдық, басқа да. Олар да келіп, сол жерде осы таратушы компаниямен бірге қосып, сол компьютерді ақауы бар, жоғы барлығы тексеріліп, сөйтіп беріліп жатыр қазір. Ал қалған 21541-дің жаңа 2000-нан астамын алдық дедік қой. Енді 19 мыңдай компьютеріміз осы 2-3 күндікте келу керек. Және бұлардың барлығы қажет оқушыларға таратылып береді. Бұның ішінде компьютерлер де бар, ноутбуктар бар, планшеттер де бар. Бірақ сонымен қатар жаңа айтып өтейін, 14244 роутер бар. Бұл роутерлердің қазір 9 мыңнан астамы алынды. Бұларда оқушыларға уақытша таратылып берді. Бұны біздің ата-аналарымыз біледі. Бұл барлық құрылғы балаларға, ата-аналарға уақытша таратылып беріп жатыр актпен. Ертең біз дәстүрлі білім беру жүйесіне өткеннен кейін бұлардың барлығы мемлекеттің меншігіне қайтарылатын болады. Рахмет, Ботагөз Нұрбергенқызы. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сізге сұрағым, жаңадан ашылғалы жатырған 34-ші мектепке мұғалімдердің конкурсы жүріп жатыр. Бірақ неге порталға шықпаған? Жас мамандарды неге қабылдамай жатыр дейді. Порталға шыққан ба өзі? Жоқ, ол конкурс арқылы алынбайды. Мектептің мұғалімдері жалпы осы 34-ші мектепке қатысты жаңа айтқан мәселелерді мен қарастыратын болам. Алдыңғы жолында да айтып кеткен болатынмын. Осы жерде жаңағы мәліметтерін тастаса болады, жазса болады. Жақсы, рахмет. Енді жалпы мынау әлемде болып жатқан жаңалықтарды көріп, естіп, біліп жатырмыз. Қараша айларында осы мына коронавирус індетінің екінші толқыны қайта болады деген болжамды айтып жатыр. Енді Құдай сақтасын дейміз, бірақ дегенмен болып жатса екінші толқыны. Біз Маңғыстау облысы 2-ші тоқсанда осылай қашықтан оқытуға дайынбыз ба оқушыларға білім беруге? Енді ең бірінші мәселе бұл біздің оқушыларымыздың және біздің педагогтарымыздың қауіпсіздігі, өмір қауіпсіздігі, денсаулығы, өмір қауіпсіздігі. Сондықтан қандай жағдай болатынын әзірге біз білмей тұрмыз. Өзіңіз білесіз, өткен аптаның ішінде осы премьер-министрдің орынбасары Тоғжановтың, сонымен қатар денсаулық сақтау министрі, цифрлық даму министрі, сонымен қатар біздің білім және ғылым министрі бірлесіп брифинг өткізген болатын. Сол жерде барлығын жаңа ашық, нақты жауап берді. Яғни барлық жағдай осы эпидемиологиялық
жағдайға, ситуацияға байланысты шешілетін болады деп ойлаймын. Сонымен қатар мен компьютерлермен қамтамасыз ету, сонымен қатар роутерлермен туралы айтып кеттім. Бұл жерде бізге көптеген демеушілер осы жұртшылық арасынан шыққан, сонымен қатар біздің осы үлкен компанияларымыз бізге көмектерін берді. Оның ішінде Шлюмберже компаниясы, Дара қоғамдық қоры, Ерсай компаниясы, Оңдасын строй компаниясы, тағы да басқа көптеген демеушілер осы біздің балаларымызға планшеттер, компьютерлік құрылғылар, роутерлар алып беріп көмектесіп жатыр. Сондықтан осы білім басқармасының атынан қашықтан оқытуды қолдау білдірген үшін, осы біздің ситуациямызға кіріп балаларға қолдау білдірген үшін осы демеушілерімізге үлкен алғысымызды айтамыз. Осы орайда халық арасында мынау жаңа оқу жылы басталған кезде бір реттік көмек ретінде оқу құралдарын алуға мемлекет тарапынан ақша бөлінген болатын. Соған байланысты мектеп оқушыларының ата-аналар арасында сұрақтар өте көп туындап жатыр. Қалай шешіліп жатыр бұл мәселе? Бұл мәселе де шешілді деп айтуға болады. Бұл жерде бұл ата-аналардың көпшілігі біледі, және ата-аналардың көпшілігі осы облыстық әкімдікке, қалалық, аудандық әкімдіктерге, сонымен қатар біздің білім басқармасына жиі келіп байланыс жасап, осы сұрақтарын қойып, бірлесіп жұмыстар атқарғанбыз. Жалпы бұл үкіметтің 64-ші қаулысына сәйкес категориялар бар өздерінің берілетін. Бұл АСП алатындарға, АСП алмайтындарға, бірақ күнкөріс деңгейі төмен әр отбасы мүшесіне шаққандағы осы отбасылардың оқушыларына, сонымен қатар жетім оқушыларға, сосын жаңағы төтенше жағдай кезінде енді әртүрлі табиғи апаттардың кесірінен байланысты төтенше жағдайларда қалған отбасыларға бұлар берілетін болады. Сондықтан қазір біздің мектептеріміз осы бойынша жұмыс жасап жатыр. Әр балаға 25 мыңнан көзделген. Сондықтан егер сондай мәселелер туындайтын болса, онда өзінің сынып жетекшісіне, мектеп директорына хабарласуға болады. Әлі де беріліп жатыр ғой сонда? Енді бастады, міндетті түрде заявление болу керек, міндетті түрде құжаттар тіркелу керек. Қалай болғанда да бұл жаңағы үкімет тарапынан берілетін бір реттік көмек, материалдық көмек деп аталынады. Олардың барлығының да жаңағы есебі болу керек. Сондықтан міндетті түрде құжаттар болу керек, міндетті түрде соған сәйкес берілуі тиіс. Сондықтан ата-аналар егер сондай ситуацияда болатын болса, онда мектептің басшысымен, сынып жетекшісімен хабарласу керек. Түсінікті. Осы орайда білім саласына қатысты желі қолданушыларының қандай да бір сұрақтары туындаған жағдайда арнайы колл-центр бар ма сізден басқармада? Бізде арнайы колл-центр бар, 60-58-23 деген телефоны бар. Сонымен қатар біздің 57-17-42 деген қабылдау бөлмесінің телефоны бар, менің телефоным бар 57-12-23. Сонымен қатар менің жеке кәдімгі телефон, ұялы телефоным барлық желілерде бар. Бұл республикалық колл-центрде де бар. Сондықтан менің телефоныма да көптеген сұрақтар түсіп жатады. Сосын кейбір кездерде ала алмай жатам, мысалы осындай жағдайларда, я болмаса бір жиынның кезінде, я болмаса басқа адамдарды қабылдап жатқан кезде кейде ала алмай қалатын жағдайым болады, бірақ қайтадан телефон соғып, хабарласып, міндетті түрде жауап береміз. Я болмаса осы жауапты қызметкерлерге қайтадан береміз. Сондықтан көптеген сұрақтар түседі. Бұл біріншіден біздің ашықтығымызды көрсеткіміз келеді. Сонымен қатар әр мәселе дер кезінде шешілмейтін болса, ол үлкен мәселеге айналады. Сондықтан біз бар мәселеге, орын алған мәселеге дер кезінде шешіп, мүмкіндігінше, яғни бұлардың барлығы да заңның аясында қолданыстағы. Кейбір жағдайлар болып жатады, ата-аналар, я болмаса мұғалімдер бұлар жаңағы заңнан шығып жатқан кейбір жаңағы мәселелер болады, әрине. Сондықтан қанағаттанатындай да жауаптар болады. Кейде біз өз тұстарымызда көріп жатамыз, мысалы, әлде шешуге болатын, әлде жұмыс жасау керек тұстарымызда біліп жатамыз. Сондықтан қандай да бір сұрақ болатын болса, осы телефондарға телефон соғып, байланысып, әсіресе мына біздің 15 күн қазір оқуымыз өтті, 1 қыркүйектен бастап
Бұл жерде де көптеген мәселелер бар. Біз осы неше түрлі чаттарымыз бар, әртүрлі директорлармен, мұғалімдермен тікелей байланыс, кері байланыс алып жатамыз. Біздің білім басқармасының қызметкерлері де, әр жердегі аудандық қалалық білім бөлімдерінің қызметкерлері де осы мұғалімдермен де тікелей байланысып жұмыс жасап жатырамыз. Сондықтан қазіргі енді осы оқу процесін ұйымдастырудағы кейбір ерекшеліктерімізді айта өтейін. Біздің Маңғыстау облысы бірнеше жылдан бері өзінің электрондық журналын қолданып келеді. Бұл мектеп.edu.kz деп аталынады. Жалпы республика бойынша осындай 3 электрондық журнал бар. Екіншісі бұл Қарағандыда білім ал журналы. Үшіншісі осы 15 облыстың пайдаланып отырған күнделік.kz деген электрондық журналы. Қазір пандемия басталғаннан бері, сәуір айынан бері біздер бұл осы Медиана компаниясының көмегімен, осы разработчиктер Медиана компаниясы көптеген жұмыстар атқарды осы компания. Бұл жерде мектеп.edu-дің ішінде кері байланыс функционалын қосты. Сонымен қатар жаз бойы жұмыс жасап, бейне конференция байланыс функционалын қосқан болатын. Қазір оқушылармен кері байланыс осы мектеп.edu.kz электрондық журналында жүргізіледі. Әрине, қазір біздің жаңағы естіп, көріп, өзіміз біліп отырған оқытушылар бар, әлі де WhatsApp-пен отырған. Бұл WhatsApp желісі кішкене тиімсіздеу, балаларға да, мұғалімге де. Ал жаңа мектеп.edu функционалының ішінде мұғалімдер оқу тапсырмаларын бір жерден мысалы беріледі, сол жерден әр бала ашып, көріп, оқып, сосын кері байланысын бере алады сол функционал арқылы. Оның ішінде мессенджер де бар, сол арқылы мұғалім қай оқушының немесе оның ата-анасының түскен сұрақтарын сол жерден де оқи алады. Сондықтан енді өткен оқу жылының 4-ші тоқсанында бұл ретте көптеген мәселелер болған. Сондықтан ұялы телефон арқылы да, WhatsApp арқылы да оқуға рұқсат етілген болатын. Бірақ енді қазір максималды біз қазір осы электрондық журнал мектеп.edu-дің жүйесінде жұмыс жасап жатырмыз. Енді кейбір интернеті шамалы ауылдарда енді телефонмен жұмыс жасауға болады, бірақ дегенмен де біздің бүкіл процесі бір жерге шоғырланғандықтан біз осы мектеп.edu жүйесінде жұмыс жасап отырмыз. Сонда арнайы платформа ғой? Бұл арнайы платформа. Маңғыстау облысында қолданыстағы арнайы платформа. Енді бұл жерде бір нәрсе айта кететін, бейне конференция байланыс жүйесі қосылды. Бірақ енді серверлердің тағы сервер қажет еткендіктен сәл кішкене баяулау жұмыс жасап отыр. Ол сервердің мәселесі де осы аптаның аяғына дейін шешілуі тиіс. Оның жаңа қаражаты облыстық бюджеттен қаралды. Сондықтан тағы да қосымша 4 сервер білім басқармасы қойып жатыр осыған байланысты. Білімше қазір көп мектептер Zoom арқылы оқып жатқан сияқты. Zoom болғанда енді қазір оқытудың синхронды, асинхронды деген форматы бар. Синхронды деп отырғанымыз бұл жаңағы тікелей байланыс арқылы. Негізінен жаңағы біз мектеп.edu.kz-тегі бейне конференцияны сол үшін жасаған болатынбыз. Асинхронды деп отырғанымыз бұл жаңа қашықтықтан оқыту. Яғни бұл жерде енді бір-бірін көрмейді, бірақ мұғалім оқу тапсырмаларын салады. Бұл жерде жаңағы көбі өздерінің сабақтарын салады. Я болмаса YouTube-те монтаж жасап салады деген сияқты өздері енді әртүрлі. Тек қана бұл жерде бұл мұғалімнің өзінің шығармашылығына байланысты, креативті ойлауына байланысты, қалай жоспарлайды сабақты, солай бере алады. Енді бұл жерде баланың да жас ерекшелігі барлығы да ескеріледі. Балалар сол жаңағы сілтемелерді басып, өзіне қажетті ақпаратты сол тақырып бойынша қарап, оқып, сосын мұғаліммен кері байланыс жасап, тесттер болады, сол жерлерге де қатыса алады. Бұның барлығы қазір бізде автоматтандырылған. Сондықтан біздер енді жаңағы балалармен де жұмыс жасаған кезде енді қанша дегенмен бәріміз бір облыста тұрғасын балалардың да кіргенін, мұғалімдердің де жаңағы бұл мына жұмысты жолға қою мақсатында осы байланыстарды жасап отырмыз. Сондықтан оқу процесі бір жолға түсіп келе жатыр деп айтуға болады. Рахмет.
34-ке жұмысқа орналасу үшін қайда кімге барса хабарлассақ болады дейді. Құрметті желі қолданушысы, бұл сұраққа Гүлмира Қасымовна жауап берді. Алдағы уақытта жазбаша түрде осы постқа комментарий ретінде жауап береді, немесе жауап маған берсеңіз, мен де желіге жариялаймын. Міндетті түрде жазбаша осы сұраққа жауап береді. Рахмет. Толқын Түйебаева, саламатсыз ба? Менің сұрағым дейді, мектеп асханасына байланысты. Мен осы жылдың наурыз айында 2 мектепке Ақтау қаласында тендерге түсіп, құжатым 598 заңдылыққа сай болса да, комиссия мүшелері маған төмен балл беріп, заңсыздықтар орын алды. Осындай келеңсіз жағдайлар соңғы кездері көп орын алып отыр. Осы мәселені кім қарап, кім қадағалайды? Баланың тамағы да маңызды рөл атқарады деп есептеймін. Құзырлы органға тексеру жүргізу үшін арыз жаздым. Менің балымды жоғары деп тапты дейді. Бұл енді тамақтану мәселесі әрине өте өзекті мәселе. Себебі жаңағы баланың денсаулығы, қауіпсіздігі бұл бірінші орында деп айтып отырмыз. Жалпы осы мемлекеттік сатып алу мәселелері тамақтандыруға қатысты автоматтандырылып жатыр қазір. Енді бұл мәселе бойынша мен қазір өзімнің қаперіме алып, сосын жазбаша жауабын берерміз. Рахмет. Басқарма басшысы жоқ па дейді. Құрметті желі қолданушылары, жоғарыда айтып кеткен болатын, тағы да қайталайын. Асқар Абиұлы Сейдалиев, облыстық білім басқармасының басшысы, шұғыл жұмыстарына байланысты бүгін келе алмады. Бүгін бізге сол кісінің орынбасары Мамаева Гүлмира Қасымовна қатысып отыр. Білім саласына қатысты сұрақтарыңыз болса, осы кісіге қойсаңыздар болады. Гүлмира Қасымовна, осы орайда мынау енді интернет дейміз ғой, WhatsApp, Instagram желілерінде осы қашықтан оқытуға байланысты ата-аналардың, мектеп оқушыларының Zoom арқылы болсын білім алғанда қиыншылықтары бір әзілшін, неше түрлі әзілге айналып, неше түрлі приколдар тарап кетті. Осыған байланысты көп ата-аналар, әсіресе бастауыш сынып оқушыларының ата-аналары тездетіп дәстүрлі білім алуға көшсек деген ұсыныстары бар. Жоғарыда айтып өттіңіз, оны біздің облыстық бас санитардың рұқсаты болған жағдайда ғана біз дәстүрлі білім бере аламыз деп. Ол үшін енді ата-аналар барлығы жиналып бірігіп арыз жазу керек па, қайтпек керек, не істеу керек? Бұл енді эпидемиологиялық жағдайға байланысты, мен айтып отырмын осы сізге. Яғни қазір бізге енді өзіңіз білесіз, жағдай қазір әртүрлі болып тұр. Ешкім тап басып, алдағы ситуацияны болжамда қазір бере алмай тұр. Тіпті мынау халықаралық деңгейдегі болжамдардың өзі әртүрлі. Кейбір елдердегі осы дәстүрлі оқытуға көшкен мектептер қайтадан қашықтықтан көшіп жатқан жағдайлары бар. Кешірде Алматы қаласында бастауыш сынып оқушылары дәстүрлі мектеп білім алуға көшті деп жатыр. Оны мен айтып өткен болатынмын. Егер рұқсат болатын болса, біз ол бастауыш сыныпта оқытуға әзірміз. Ата-аналардың өтініші бұл жерде маңызды емес. Бұл жерде тағы да айтып кететін жағдай, күзгі уақытта мына созылмалы аурулардың көбейетін уақытта. Яғни коронавирус, жалпы осы вирустың қандай да бір зерттеулері, нақты зерттеулері жоқ, мысалы ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтер бойынша. Сондықтан бұны енді өз мамандар, салалық мамандар айтып жатар енді, бірақ қалай болғанда да қандай да бір нақты прогноз болмағандықтан, нақты шешім болмағандықтан қазір біз айта алмай отырмыз. Бірақ тағы да айтамын, бұл баланың қауіпсіздігі, баланың денсаулығы бұл бірінші орында. Бірінші сыныпқа ашқанда да мысалы ата-аналардың барлығы мектепке жіберген жоқ балаларын. Тек қана 77% қазір бірінші сыныптың оқушылары оқып отыр бізде. Сондықтан әрине ата-аналардың өтініштерімен қабылданатын болады оқушылар. Бұл енді алдағы жағдайға байланысты болады. Яғни облыстық бас санитардың жауабын, шешімін күтуіміз керек, иә? Оны енді ата-аналар түсіну керек та. Міндетті түрде қауіпсіздік мәселелерін, денсаулық мәселелерін қалай болғанда да бірінші орынға қоямыз. Өмір қауіпсіздігі мәселесі бірінші орында тұру керек деп ойлаймын. Рахмет. Нұркамал Аязбаев ағамыз, белсенді желі қолданушысы. Елді мекендердегі интернет сапасын ұдайы қадағалап отыратын арнайы қызметкерлер бар ма дейді. Бұл жерде өзіңіз білесіздер, осы өткен аптада
үлкен брифинг болған болатын. Цифрлық даму министрлігімен, және бірнеше салалық министрлігімен, денсаулық сақтау, білім және ғылым министрі, біздің вице-премьер-министр Тоғжановтың қатысуымен сол кезде бұл мамандар жаңағы интернетке қатысты мәселені цифрлық даму министрі айтып өткен болатын. Байланыс бар деген менің қазір білуімше сайт бар. Сол сайтқа кіріп, әр жердегі интернет сапасын, интернет жылдамдығын білуге болады. Яғни интернеттің жылдамдығы шамалы болатын болса, бірден сол өңірден, сол ауылдан, сол елді мекеннен, мысалы, сол сайт арқылы хабарлама жіберуге болады. Түсінікті, рахмет. Енді мынау пандемия, коронавирус, карантин деп жатырмыз. Сол кезде кейбір мектептер өзге облыстарда осы жағдайды пайдаланып, мектеп кейбір жөндеуді қажет ететін мектептер күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр екен. Біздің облыста қалай? Мәселен, жаңағы дәретханалар, сырттағы мектептер ішке кіргізіліп жатыр ма? Қандай жұмыстар жасалып жатыр? Бұл жерде біз осы мектепті дайындық жұмыстарын тоқтатқан жоқпыз. Олардың барлығы жоспарға сәйкес жүзеге асты. Жаңа оқу жылының өзінде бізде 3 мектеп іске қосылды. Бұл Батырдағы жаңа мектеп, Ақшұқырдағы жаңа мектеп гимназиясы, сосын мемлекеттік мектептер ғой. Жетібайдағы мектеп, онымен қоса 5 жеке меншік мектеп қосылды. Сонымен қатар осы облыс көлемінде күрделі жөндеу, 2 мектепте үлкен күрделі жөндеу өтті. Ағымдағы жөндеу жұмыстары тоқтаған жоқ. Бұл жұмыстардың барлығы жылдағыдай өзінің деңгейінде өтіп жатыр, бірақ енді осы қыркүйек аяғына дейін аяқталатын жұмыстар бар әлі. Бұнымен қоса сіз айтып отырған әжетхана мәселесі, сыртқа 57 мектептегі әжетхана сырттан ішке көшірілді, яғни іштен орын қарап, кейбіреулері жаңа қосымша құрылыс арқылы облыс көлеміндегі мектептерге, ауылдық жерлердегі мектептерге әжетханалар салынды. Сонымен қатар бұл жерде бейнебақылау жұмыстары, яғни оның өзінің де талаптарға сәйкес болатын жерлері болған, сондықтан 93 мектепте бейнебақылау жүйелері қайтадан жаңартылды. Яғни бұл жұмыстарымыз жылдағы әдетінше дайындық жұмыстары, олардың ешқайсысы тоқтаған жоқ. Сонымен қатар оқулықпен қамту. Оқулықпен қамтуға да осы жылда 2 миллиардтан артық қаражат бөлінді. Бұл жерде 11 сынып биыл жаңартылған білім мазмұнына көшкен болатын. Сол 11 сыныптың, сонымен қатар 1 сыныптың жұмыс дәптерлері, сонымен қатар осы 1 сынып пен 10 сыныптың арасындағы жетпейтін кітаптар сатып алынды. Онымен қоса көркем әдебиет кітаптары биыл бірінші рет көптеп алынған болатын мектептерге. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, осы мектептегі бала саны жылдан жылға көбейіп келеді. Былтыр 147 мың болатын болса, биыл 158 мыңнан асты. Сондықтан мынау толықтыру циклына байланысты оқулықтар алынды биыл. Яғни біздің оқулықтарымыз уақытылы келіп, оқушыларға таратылып, оқушылар толықтай қамтамасыз етілді деп айта аламыз қазір. Егер қандай да бір тұрғындардың сұрақтары болатын болса, осы біздің Facebook желісіне, немесе Инстаграмда біздің өзіміздің желіміз бар. Сонымен қатар бірнеше байланыс телефондары бар, мұны мен айтып өттім. Менің жеке телефоным бар, соның барлығына хабарласып, біздің ішке келіп, мысалы, байланысып, қандай да мәселе болатын болса, қойып, бірлесіп шешуге дайынбыз біздер. Рахмет. Қашанда ашықпыз дейсіз? Қашанда ашықпыз. Қайтадан президенттің жолдауына оралсақ, сол жерде президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтып өтті, мектеп мұғалімдері, жалпы мұғалімдердің жалақысын 100%-ға дейін көтеру, өткен жылы 25%-ға көтерген болса, жалақыларын биыл тағы да 25%-ға көтеру қажет деген тапсырма берілді. Сол жұмыстар біздің өңірде қалай атқарылып жатыр? Одан бөлек тағы да қосымша мынау мұғалімдердің біліктілігі дейміз, квалификацияға байланысты тағы да қосымша ақша төленеді деді. Соған тоқталып өтсеңіз. Жақсы сұрақ. Енді бұл жерде мұғалімдерге бір мотивация ғой бұл да. Міндетті түрде. Өзіңіз білесіздер, осы 2019 жылдың желтоқсан айында педагог мәртебесі деген заң қабылданды. Бұл соңғы осы тәуелсіздік алған жылдан бері осы қабылданған ең педагог үшін ең маңызды құжаттың бірі. Яғни педагог мәртебесі бұл жерде нақты анықталды. Немен айналысу керек, міндеттері қандай, құқы қандай, сонымен қатар қалай қорғалу керек, қандай жаңағы қолдау білдірілу керек, бұлардың барлығы, және мұғалімнің де жеке, педагогтың да жеке жауапкершілігі осы заңда аталып көрсетілді. Яғни
педагогтың статусы деп өзі аталып тұрғандай, біздің бұл қоғамның арасында, жұртшылықтың арасында педагогтың мәртебесінің көтеріліп келе жатқандығын, көтерілгендігін деп те айтсамыз болады, негіз бар сөйтіп айтуға. Осыған сәйкес жалақыларда, ол тек қана осы сіз жаңа айтып отырсыз, ол былтырғы жолдауында елбасы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқан болатын, 4 жылда 2 есеге дейін өсіреді. Кешіріңіз, ол жолдауда айтқан жоқ, өткен оқу жылының тамыз конференциясында айтқан болатын, Астанада өткен 2019 жылы. Яғни 20-шы жылы 25%-ға, қалған 3 жылы 25 жылдан өсіп, сонда 4 жылда 100%-ға өсу керек жалақылары. Бұнымен қоса, осы 2016 жылдан бастап жаңартылған білім мазмұнына көшті. Біздің білім жүйесі республикадағы. Бұл жерде де біз жаңа форматқа, мұғалімдеріміз жаңа әдістермен оқыта бастады. Бұл жерде де жаңағы этап өзінің кезеңімен әрбір сыныптар көшірілген болатын. Осы соңғы көшірілген 11-ші сынып биыл ғана көшірілді. Яғни біліктілігіне осы жаңартылған мазмұнға сәйкес берілетін сабақ беретін мұғалімдер сол үшін, сонымен қатар мысалы жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде сабақ беретін мұғалімдерге қосымша үстеме ақы беріледі. Сонымен қатар біліктілігін арттырған мұғалімдерге жаңадан жаңағы жалақы, сонымен қатар жаңа дәптер тексерген үшін тағы басқа қосымша бұл негізгі жалақысынан бөлек қосымша ғой. Жаңағы беретін жалақылары бар, үстемақылары. Яғни біздің мұғалімдеріміздің қазір жалақылары да айтарлықтай өсіп келе жатыр деп айтуға болады. Сонымен қатар осы педагогтың мәртебесін арттыру үшін биылдан бастап мына педагог мамандықтарға жоғарғы оқу орындарына қабылдау шектік балы 70 балл болды. Бұрын 50 балл болатын. Мына жоғарғы оқу орындарына түскен мамандар 50 балдан өтсе, ол педагог маман оқуға түсе алатын. 60 балл, мысалы, ветеринария, ауыл шаруашылық мамандарына 60 балл қажет болатын, жалпы медицинаға 65 балл қажет болатын жоғарғы оқу орнына түсу үшін. Биыл сол педагог мамандықтарына осы заңның қабылдануымен, жаңағындай шектік балдың өсуімен, жалақыларының артуымен, сонымен қатар көптеген нормативтік құжаттарға министрлік тарапынан өзгерістер енгізіліп жатыр. Осы ретте осы министрлікке де рахмет айту керек. Яғни біздің мына жасап жатқан жұмыстарымыздың бәрі заңдастырылып, дер кезінде көптеген құжаттарға өзгеріс енгізілді. Сонымен қатар 130-шы бұйрық бар, мұғалімнен талап етілетін құжаттар. Олардың барлығы осы минималды құжаттар. Яғни мұғалімде тек электрондық журнал болу керек. Ода жаңа қысқа мерзімді жоспар болу керек. Мына күнделікті сабақ оқитын. Сонымен қатар жаңа егер ол тәлімгер болатын болса, тәлімгерлік журнал болу керек. Яғни мұғалімнен басы артық құжаттар, есептер талап етілмеуі тиіс. Бұл енді қағазбастылықтан арылту? Қағазбастылықтан арылту, сонымен қоса басқа да бір мына концерттерге, тағы басқа жұмыстарға, оларды жегуге, жұмсауға, оларды тартуға болмайды, егер ол педагогтың өзінің қалауы болмаса. Яғни педагог тек қана осы білім беру жұмысымен айналысу керек. Яғни біздің педагогтарымызға енді сапаға көп көңіл бөлу керек. Әрине бұрында да сапаның жолында олар жұмыс жасап келе жатыр, бірақ дегенмен де жеке біліктілігіне мұғалім өзіне қатаң талап қою тиіс деп ойлаймыз. Өйткені әртүрлі жаңа сіз айтып отырған біліктілік арттыру курстарда өткізіліп жатыр. Мұғалім міндетті түрде жаңағы белгілі бір уақыттан кейін курстар керек. Олардың барлығы мемлекеттің қолдауымен тегін өткізіліп жатыр. Бірақ сапаны арттыру үшін мұғалім осы бағытта жаңағы өзіне қоятын талаптарды арттыру керек деп ойлаймыз. Енді әрине қазіргі қашықтан оқыту жағдайымен дәстүрлі оқытуды салыстыруға келмейді. Бірақ дегенмен де бұның өзінің артықшылықтары да енді кез келген жерден бір артықшылық қарауға, жаңа бір өсуге, іштей жетілуге мүмкіндік деп қарайтын болсақ, мысалы көпшілік мұғалімдер маған айтады, біздер мына цифрлық сауатты болып қалдық дейді. Мысалы жаңа YouTube-тан
түрлі сабақтарды монтаждауды үйрендік. Оларды бір-біріне қосып, жаңағы сабақ қанша уақыт өтетін болса, ол мейлі синхронды болсын, асинхронды болсын, бұл жерде мына шылдырсу жүрмейді қазір да. Ол былайғы сабақ енді 40 минутта өтеді ғой. Соның әр уақытын, әр жаңағы балаға берген уақытта қайтадан басқаша көзқараспен қарап, басқаша осы өзімізді жетілдіруге көптеген мүмкіндік алдық деп те мұғалімдер айтып жатыр. Әрине, әртүрлі осы қоғам тарапынан, жұртшылық тарапынан да әртүрлі пікірлер бар, мысалы, ұсыныстар бар. Кеше ғана осы бәрімізге белгілі осы біздің жерлесіміз Тимур Бектұрдың бір постын оқыған болатынмын. Жаңағы онлайн жұмысша сабақ оқыту қалай болады екен деген. Оның да мысалы жаңағы талаптары дұрыс айтып отырған. Яғни бұрын мұндай практика біздің мұғалімдерімізде болған жоқ. Және өзіңіз білесіз, мұғалімдердің жас ерекшеліктері әртүрлі. Соған қарамастан біздің мұғалімдеріміз күнделікті жұмыс барысын өзгертіп, қалай болғанда да бұны енді осындай жағдай болғаннан кейін бұл жағдайдан шығу амалдарын қарап, өзін жетілдірудің жолдарын іздестіріп жатыр. Мысалы, қосымша курстарға барып қатысып, жаз бойы мұғалімдердің көпшілігі, менің білуімше, енді мен өзімде айналамда мұғалімдер көп, өзім мұғалім болғаннан кейін бірге оқыған курстастарым бар, тума-тумаластарым бар, бұдан басқа да мұғалімдер бар. Бұлай жаңағы бізге телефон соғып, біз жаңа менің тікелей телефонмен байланыс жасаған уақытта бірден осы моменттерді сұраймын. Қандай сізде қиыншылық, олар басқа сұрақпен мысалы сұраса да міндетті түрде кері байланыс аламын. Қандай мәселелер болып жатыр? Мектеп едуде қандай проблемаларыңыз бар? Қашықтан оқытуда қандай проблемаларыңыз бар? Олар мәселелерін де айтып жатыр. Сонымен қатар бір жаңа артықшылықтарын да айтып кетіп жатыр. Сондықтан біз міндетті түрде мұғалімдерден кері байланыс алып отырамыз. Бұл біздің жұмысымызды жақсарту үшін керек. Сын болу керек те ол. Сондықтан әр нәрсенің де қалай болғанда да біздің алдымызда осы міндет тұрғаннан кейін біз бұл міндетті өзінің деңгейінде, жоғары деңгейінде орындап шығуымыз керек. Осы орайда мұғалімдерге жасалып жатқан жағдайға тоқталып өтсеңіз, мәселен, баспанамен, немесе жатақханамен қамту бойынша. Мана мен айтып өттім, осы Ақтау қаласында жатақхана бар, мұғалімдерге арналған. Мұнда да жаңағы бірнеше мұғалімдеріміз біздің тұрады. Бұл осы қажетті мамандықтарға, егер бізге қажет мамандар бар ғой, сол мамандарға арналған жатақхана. Негізінен өзге өңір, өзге облыстан келетін мамандарға арналған ғой. Негізінен, осы тұрғын үйі жоқ мамандарға арналған. Бірақ енді біз олардың барлығын толықтай қамтамасыз етеміз деп айта алмаймыз, бірақ осы қажеттілік болған кезде енді мүмкіндігінше көмектесіп қамтылып жатырмыз. Рахмет. Сосын жаңағы айтқан педагог статусында да заңына сәйкес артықшылықтардың ішінде бұл жаңағы мұғалімнің балаларын балабақшаға кезекке қойғанда первоочередные, бірінші кезекте тұратын, кезектен тыс емес, бірақ бірінші кезектен тұратын балалардың қатарында осы педагогтардың да балалары бар. Осында жеңілдіктер бар, жеңілдіктер. Гүлмира Амалбайқызы, цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында облыс аумағындағы мектептерге жұмысқа қабылдау электронды түрде қашан жүзеге асады дейді. Өте жақсы сұрақ, өте жақсы ұсыныс. Енді қазір мемлекеттік қызметтер бізде осы 30 мемлекеттік қызмет бар білім саласында. Бұны білім бөлімдері, білім басқармасы, сосын және колледждер мысалы өздері көрсететін қызметтер бар әртүрлі. Соның ішінде біздің білім басқармасы 3 қызметті көрсетеді. Осы жұмысқа қабылдау деген әзір қызмет жоқ бұның ішінде. Яғни біз мына өзіміздің қалай айтсам болады, барлығында қолданыстағы заңнаманың аясында жүзеге асырамыз осы жұмыстарды. Бірақ бұл ұсыныс та жақсы ұсыныс, бұны енді алдағы уақыттың еншісінде шығару мүмкін. Гүлмира Амалбайқызы, басқарма басшысының өзімен сұхбат қайтадан өтеді деп ойлаймыз дейді. Егер шақырылған қонақ келе алмай, орынбасары келе салса, бұл тікелей эфирдің мән мағынасы болмай кетеді. Халық бірінші басшымен сұхбаттасқысы келеді дейді. Ұсынысыңызға рахмет, ұсынысыңызды ескерерміз.
Гүлмира Қасымовна, енді тағы да мынандай бір сұрақ, дипломмен ауылға бағдарламасы қалай жүзеге асып жатыр, қандай нәтиже беріп жатыр? Дипломмен ауылға бағдарламасы бұл осы әлеуметтік мамандықтардың ішінде осы дәрігерлер, мұғалімдер, тағы да басқа мамандарға арналған. Сол біздің педагогтарымыз былтыр 400-ден аса педагог дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жұмысқа келді. Биыл 230-дай мұғалім дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жұмысқа орналасты. Оның өзінің жаңағы бір жолғы материалдық көмегі бар, тұрғын үй алуға алынған жеңілдіктері бар. Бұнымен аудандық әкімдіктерге хабарласу керек. Егер осындай жағдай болатын болса, олардың осы бөлінген жаңағы тапсырысы негізінде жүзеге асырылатын жұмыстар. Сондықтан аудандық әкімдіктерге хабарласу қажет. Мен бірінші бітірген мамандық мұғалім, негізі көптеген группаластарым, өткенде бір группаласына хабарластым. Осы дипломмен ауылға бағдарламасы аясында осы Маңғыстау облысында бір ауылда сабақ беріп жатыр. Жалақым 300 мың көлемінде дейді. Мен көлем мұғалімдердің жалақысы жақсы ғой деп. Яғни жалпы бізде Маңғыстау облысында мұғалімдердің орташа жалақысы қандай? Бұл Маңғыстау облысында деп айта алмаймыз. Бұл бүкіл Қазақстан Республикасында жалақы, бұл жаңағы жалақы талаптары бәріне бірдей. Сондықтан әртүрлі. Орташа 150 мың әртүрлі. Бұл жерде стажы, еңбек өтілі әсер етеді. Бұл жерде біліктілік санаты әсер етеді. Яғни мана сіз сұрақ қойдыңыз, осы біліктілік санатына байланысты қазір бұл талапта өзгерді. Осы 2 жылдан бастап, 2018 жылдан бастап, бұл жаңағы бұрын бірінші жоғарғы категория болатын болса, оның барлығы педагог сарапшы, педагог зерттеуші, педагог шебер, педагог эксперт деген сатыларға бөлінді. Яғни оларға да қойылатын талаптар бар, әрқайсының өзінің критериялары бар, өлшем шарттары бар. Сонымен қатар зерттеушілік және шеберлік категорияларын бұл білім басқармасы арқылы жүзеге асырылады. Оның өзінің де көптеген талаптары бар. Сондықтан осы талаптарға сәйкес болу керек. Қазір енді ең бірінші бұрын мұғалімдер тест тапсырмайтын өзінің пәні бойынша. Осы 18 жылдан бастап бұл қазір 2 этаптан тұрады. Бірінші мұғалім өзінің пәні бойынша тест тапсырады. Екіншісі бұл тесттан өткен жағдайда жасаған жұмыстарына қатысты портфолиосын білім басқармасына немесе білім бөлімдеріне тапсырады. Сол жерде арнайы комиссиялар жұмыс жасайды. Яғни біліктілік беру жұмысы да, осы жүйесі де қазір өзгерді. Яғни бұлардың барлығы да мұғалімнің мәртебесін көтеру, мұғалімнің кәсібилігін жоғарылату, яғни барлық мұғалімдерге жасалып жатқан жағдай. Яғни қаншалықты білікті болатын болсаң, қаншалықты жартылыстану пәндерін ағылшын тілінде беретін болсаң, тағы басқа қаншалықты кәсіби болса, соншалықты жалақы төленеді деген сөз. Сондықтан мұғалім өзінің жеке тұлғасын, кәсіби тұлғасын дамытуымен айналысуы тиіс деп ойлаймыз қазір. Рахмет. Гүлмира Амалбайқызы жаңа цифрлы Қазақстанға байланысты тағы да ойын толықтырыпты. Электронды жұмысқа қабылдау жүзеге асса, әркім өз танысын жұмысқа алмай, жемқорлық жоюлар еді дейді. Дұрыс айтасыз, рахмет. Сағат Мұналбаев Маңғыстау ауданында орналасқан 6-шы мектептің дауы дейді. Әлеуметтік желіде жарияланып жүр. Сол туралы не айта аласыз дейді. Бұл біздің Маңғыстау ауданындағы Атымов мектебі. Енді 6-шы мектеп деп айтып отырған сол шығар. Қазір ол жердегі мектептердің барлығы белгілі бір тұлғалардың есімімен аталынады. Бұл жерде әртүрлі мәселелер болды. Әртүрлі жаңағы арыздар түсті, шағымдар болды. Осы бұл мәселені біз білеміз. Және соған сәйкес әр кезеңде комиссиялар жұмыс жасады. Олардың шешімдері де шығып, дер кезінде осы арызданушыларға да, басқа жақтарға да жауап беріліп отырды. Рахмет. Осы орайда мындай сұрақ, енді жалпы Маңғыстау облысында білім саласында енді қандай позитив, қандай жақсы жаңалықтарымыз бар, бөлісіп, мақтанып айта алатындай? Жаңалық көп, әрине. Пандемияға қарамастан біздің қаншама мұғалімдеріміз, мысалы, бұған дейін де
жетістіктерге жетіп жоғарғы белестерден көрініп жүр. Мысалы енді ең соңғы жаңалықтардың бірін айтатын болсақ, өздеріңіз білесіздер, осы елбасы фондының қолдауымен 1000 бала олимпиадасы, сонымен қатар елбасы медалі деген жобалар шықты. 1000 бала олимпиадасына осы пандемия басталмай тұрып 5-6 сыныптың оқушылары қатысқан болатын, ауылдық жерлердің оқушылары қатысқан болатын. Сол 5-6 сыныптың жаңа әртүрлі іріктеу кезеңдерінен өтіп 32 бала шықты. Сол 32 баланың 22-сі 6 сынып оқушылары. Олардың жеңімпаздар жаңағы облыстық мамандандырылған мектептерге, Назарбаев зияткерлік мектептеріне, республикалық мамандандырылған мектептерге оқуға мүмкіндіктері бар. Тест тапсырма бірден оқуға түседі? Жоқ. Олар олимпиададан өтті. Олимпиада бірнеше кезеңдерден тұрды. Сол кезеңдерден жеңімпаз болып танылып, қазір біздің осы 22 оқушымыз осы біздің облыстық білім инновация лицейінде, дұрыс айтасыз, ешқандай жаңағы вступительный экзамен дейміз ғой? Қабылдау емтиханысыз, соған бірден біздің облыстық түрлі пәндер тереңдетіп оқытатын облыстық мектеп-интернатына, республикалық білім беру ұйымдарына қазір оқуға қабылданды біздің балдарымыз. Сонымен қатар осы 2018 жылдан бастап Айғанат деген ауылдық балаларға арналған олимпиада бар, тағы да ауылдық мектептерде оқитын балаларды қолдауға арналған. Бұны меценаттар, осы белгілі кәсіпкерлер, белгілі бизнесмендер демеушілік көрсетіп отырған олимпиада бар, Айғанат деген. Соның жеңімпаз 9 сыныптарда ұйымдастырылған болатын, 9-10 сыныптарда. Соның жеңімпаздары қазір біздің 7 оқушымыз, 11 сыныптан 4 оқушы, 10 сыныптан 3 оқушы. Осы Бурабайда Айғанат мектебі ашылды. Осы демеушілердің қолдауымен жан-жақтан бүкіл Қазақстанның ауылдық мектептерінде оқып, жаңағы олимпиадалардан, өздерінің ұйымдастырған олимпиадаларынан жеңімпаз болып танылған оқушылар сол мектепте оқуға мүмкіндік алды. Ол мектептің құрылысы міне бітті. Құрылысы міне бітті. Біздің 11 сыныптың 4 оқушысы, 10 сыныптың 3 оқушысы, Мұнайлыдан 2 оқушы, Түпқарағаннан бар, Бейнеуден бар оқушыларымыз сол жаңа Бурабайдағы мектептерде оқып жатыр. Қазір оқып жатыр ма? Қазір осы күні, осы аптадан бастап мектеп жаңағы ресми түрде ашылып, сол жаққа оқуға кетті. Оның интернаты бар ішінде. Яғни айтатын болсақ, жетістіктеріміз өте көп. Біздің Маңғыстаудың оқушылары республикалық, халықаралық деңгейдегі ғылыми жоба, олимпиадаларға қатысып, жетістіктерге жетіп жүрген оқушыларымыз да, мұғалімдеріміз де өте көп. Сондықтан жұмыс бар, жұмыс жасалып жатыр. Білім саласында белгілі бір жүйе бар деп айта аламыз. Мұғалімдерге де барлық жағдайды жасап жатырмыз. Сондықтан қазір енді конференциялар болсын, олимпиадалар барлығы онлайн түрде өтіп жатқан болар. Көптеген олимпиада, ғылыми жобалар бұлардың барлығы уақытша тоқтатылды. Пандемияға байланысты. Бұл жерде енді өзіңіз білесіз, әртүрлі жағдайлар орын алуы мүмкін, ықтимал. Оларды қалай болса солай ұйымдастыруға болмайды. Белгілі бір жаңағы жүйемен, белгілі бір процеске салып ұйымдастыру керек. Сондықтан көпшілігі олардың тоқтатылған болатын. Кейбіреулері өтті. Енді олардың қазір нәтижесін көріп жатырмыз. Білім инновация лицейінің 4 оқушысы SIT деген халықаралық емтихан бар, халықаралық тест бар. Сол жаратылыстану пәндерінен халықаралық тест бар. Сол халықаралық тесттің нәтижесімен олар жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеудің балына ауыстырылады. Сонда 140 балға жетіп тұр солардың тапсырған тесттері. Сол 4 оқушы мысалы максимальный 140 балды алып, қазір қалаған оқуларында грантпен оқып жатыр. Назарбаев зияткерлік мектебінде де қателеспесем солай болу керек. Сонымен қатар осы біздің енді шетелдерден шақырту алып, грант иеленген оқушыларымыз бар. Енді олардың осы жағдайға байланысты қазір бара алмай қалды, бірақ олардың көпшілігі осы Назарбаев университетіне, тағы да басқа белді университеттерге түсіп, қазір оқып жатыр. Яғни бұл жерде біздің мұғалімдеріміздің де еңбегі, оқушыларымыздың да талабы. Сондықтан айтар жетістіктеріміз өте көп. Бұған арнайы бағдарлама керек болар. Яғни білім саласы осы
жаңағы өз деңгейінде осындай жұмыстарды ұйымдастырып соларға мүмкіндік беріп жатыр. Жақсы, Гүлмира Қасымовна, рахмет. Тікелей эфирде міне 1 сағаттан астам уақыт болып, біз желі қолданушыларының да сұрақтары жоқ, бірақ алдағы уақытта желі қолданушыларының сұрақтары болып жатса, осы видеоны постты міндетті түрде сақтаймыз, комментарийге жазып қалдырады. Енді сіздер ашықтық деп айтып жатырмыз. Әлеуметтік желіде барсыздар, арнайы баспасөз қызметкерлеріңіз де бар. Барлық сұрақтарды қаперіңізге алып жауап бересіздер деген ойдамын. Уақытыңызды бөліп бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет айтамын. Жұмысыңызға табыс тілеймін. Енді қашықтан оқыту деп айтып жатырмыз жоғарыда, өз нәтижесін, жақсы нәтижесін берсін деп тілейміз. Абыройыңыз арта берсін. Рахмет. Сізге де рахмет. Құрметті желі қолданушылары, осымен бүгінгі хабарымыз тәмам. Жақсылықта жолығайық.